Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Бүгін көңіл күйлерің қандай? Жақсы. Сендер бүгін менің кішкентай зерттеушілерімсіңдер. Біз қандай зерттейміз? Бүгін балалар біз жүгері крахмалынан Ньютон сұйықтығын зерттейтін боламыз. Ол үшін балалар бізге жүгері крахмалы керек, және де бізге су қажет болады, иә? Енді қарай қойыңдар балалар. Мен ыдысқа жүгері крахмалын саламын. Үстіне су құямын. Қарап отырыңдар, иә? Сосын сендер өздерің жасайсыңдар, жақсы ма? Соны араластырамыз. Қараңдар, әйтеуір қарай ғой. Асылым қарап отырсың ба? Енді балалар, кәнеки, сендер жүгері крахмалын сала қойыңдар ыдыстарыңа. Үстіне кәнеки суларыңды құямыз, е? Суларыңды құя қойыңдар. Тамаша, қасықпен, мен секілді қасықпен араластырамыз. Араластырамыз, әдемілеп араластырамыз. Бізде Ньютон сұйықтығы пайда болған. Қазір соны зерттейтін боламыз балалар, жарай ма? Асықпай араластырыңдар. О, тамаша. Араластырыңдар ма? Балалар, қане, қолдарыңмен ұрып көріңдерші, қандай екен? Қатты ма? Қолға жұға ма? Жұқпайды. Ал енді балалар, қане, қолмен алып қысып көрейік, е? Қане, қолмен қатты қып алып қысып көрейік. Қане, қысамыз. Аламыз әйтеуір, қане. О, енді қысыңдар қолдарымен. Қандай болады екен? Жұмсақ. Ал енді ашқанда қалай болады екен? Сұйық болады екен, иә балалар? Балалар, біз бұны соғып көрдік. Қатты екен, иә? Қолға алсақ, қандай екен? Жұмсақ екен, тамаша. Ал оны бұлай көтерсек қандай болады екен? Сұйық болады екен, иә? Енді балалар, біз осы Ньютон сұйықтығының түсін өзгертіп көрейік пе? Үстіне бояғыш қосайық. Қарап отырыңдар, иә? Қандай түске өзгереді екен? Қызыл түске өзгереді екен, иә? Балалар. Қызылға айналып жатыр. Енді қызыл түске айналып жатыр. Балалар, жаңа бізде қандай түс болды? Енді қандай түске айналды біздің Ньютон сұйықтығымыз? Қызыл түске айналды, иә? Кәнеки, тағы да қолымызбен ұстап көрейікші. Кәне, жүріңдер, ұстап көрейік, иә балалар? Қандай болып тұр? Қатты. Енді кәне қолымызға алып көрейік. Қолымызға алып қысып көрейік, иә? Кәне, қысып көрсек, қандай? Жұмсақ. Ашсақ қандай болады екен? Сұйық болады екен, иә балалар? Біздің Ньютон сұйықтығымыз түсін өзгерте ала ма? Қатты бола ала ма? Жұмсақ бола ала ма? Және де сұйық бола алады екен, иә балалар? Бүгінгі зерттеу сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар балалар. Сендер менің кішкентай зерттеушілерімсіңдер.